Айналайын алдар. Бұдан әрі күтуге шамам жоқ. Ақшамды қайтарып берші, 1000 теңгемді. Ақша өзіме де ауадай қажет. Мен де балашаға асырап отырған адам. Түсінем ғой. Бірақ енді менде қазірше бары 1 теңге соны ала тұрсаш. 1 теңге неге жетеді? Маған қарызым түгелмен керек. Ертең келші. Бір амалын тауып бірдеңе қып енді қайтарармын. О, жаратқан ем, шалынам. Маған 1000 теңгесі бар бір әмиян жібере көрші. Егер 1 теңге кем болатын болса, алмай қоям. Ішінде 999 теңге жатқан әмиянды тапқанда, мына ақымақтың не айтатынын көрейін. Астағфиралла, о жаратқан ем, о Алла, о жаратқан ем, 1000 шүкір, 1000 шүкір, менің тілеуімді естіп. Халайық, Құдай тілеуімді естіп, маған ақша толы әмиян жіберіпті. О Алла. Сен ана ақшаңды дұрыстап санаш. Мүмкін ішінде 1000 теңгеден кем шығар. Кетер, Құдайдан безген. Нешарың бір қанша екенді? Алла тағалам маған сұрағанымды берді, онда сенің шаруаң болмасын. Тоқтай тұр. Ол әмиянды саған Құдай емес, мен салып жіберген. Ішінде тура 999 теңге бар. Сенбесең санап шық, 1000-ға дәл 1 теңге жетпейді. Дұрыс қой. Құдай менің 1 теңгем барын біліп, 999-ын бере салды. Қосқанда 1000 теңге болып шықты. Яғни дәл сұрағанымды берді. Ақымақ, бұл менің әмияным, Мұнаның қуын қараңдар. Бағым ашылып, аспаннан Құдай маған ақша бере салды. Ал мынау келіп қосамжарланып, енді менің ақшама ие болғысы келеді. Тапқан екенсің. Сен не деп тұрсың, Онда сотқа жүр. Жұрт төрелігін айтсын. Мына тұр, мен сотқа қалай барам. Енді үстіме жаңа киім алуым керек. Құдайға шүкір, қазір қолымда ақшам бар. Сонан соң барам. Тоқта, тиме ақшама. Мен мен өзімнің шапанымды берейін. Жүрші сотқа. Қазыға жеткенше бірсыпырат жол жүру керек. Қазыға жаяу бару маған ыңғайсыз. Бір ат сатып алайын, сонан соң барамыз. Тоқта, сен олай деме, тоқташ. Мен өзімнің атымды берейін. Әйтпесе сен менің мынау бүкіл ақшамды жұмсап тастайтын түрің бар. Ал, олай болса, қуып жет. Асықпа. Тоқта, мені күте тұр, қап. Тоқта деймін. Мені күте тұршы, алдар. Мына адам Құдайға сиынып 1000 теңгесі бар әмиянды сұрап жатқан еді. Әмиянның ішінде 1 теңге жетпесе алмайым деген. Содан мен оның тілеуін естіп 999 теңгені әмиянға салып оған жіберген едім. Сен біреудің тілеуін қабыланатындай өзіңді Құдай деп бедің? Жоқ, мен тек оған Құдайдың орнына әмиянды берген. Мұнан соны қайтармай жатыр. Сен Құдайдың орнына?
Жоқ, түсініңізші, сіздер менің түріме қарамаңыздар. Мынаның соңынан қуам деп жүріп, балшыққа құлақ балдым. Мен қайдағы бір кедей емеспін, ауқатты, абзал адаммын. Мына бейшара менің мініп келген атымды да, үстімдегі киімімді де өзімдікі дейтін шығар. Иә, солай. Шынымен, атта киімде менікі. Мынау сотқа бармаймын деген соң жолда киімімізді ауыстырған еді. Тоқтаңыздар, өтінем, сіздер шатасып тұрсыздар. Бұл менің ақшам дейм. Сорды басым, ақымақ басым, енді түсіндім. Құдай алдарға менің ақшамды берген екен ғой. Ей, сорды басым қайтайын, ақымақ басым қайтайын.